Достар, бүгін эфирді жалғастырамыз. Бүгін сәл кешіктіріп жатырмын, өткен сөйт өшіп қалды. Бастаймыз. Достар, салам алейкум. Бүгін күнделікті эфирімізді бастаймыз. Бәрі естіліп тұрған шығар деп ойлаймын. Бүгінде жаңа нәрселер айтылады, қызықты нәрселер айтылады. Кірген адамдар лайк баса бастасын. Темшік достарға жібере бастаймыз. Бүгін жаңа нәрселермен бөлісем. Жаңа практика, жаңа білім деңгейлердің арттыру, халықтың, елдің, Қазақстанда миллионерлердің саны көп болу керек, кедейлердің саны емес. Сондықтан менің мақсатым максимально менің білімім арқылы, тәжірибем арқылы халықтардың сауаты, білім деңгейі артса, және оларға жол көрсете алсам, үлкен жетістік мен үшін, достар. Сондықтан бұл жерде эфирде отыратындар білесіздер, екі түрлі адам отырады. Біреу сынау үшін батырлар деп айтсам болады оларды. Екінші, бірдеңе үйренсем, білсем, дамысам деген адамдар отырады. Сондықтан дамитын, білетін адамдар саны көбейе берсін. Уалейкум ассалам. Достар, лайкты тоқтамай басайық. Өйткені сендердің лайктарың маған керек емес, ол халыққа керек. Неге десеңіздер, лайк көп басып, сұрақтарын сұрай бастасаңыздар, мына эфир рекке шығады. Бір сөз бар ғой, жақсылардың сөздері айтылуы тоқталса, жамандардың сөздері төрге шығады дейді, достар. Сондықтан мүмкіндік болса, жаман сөздер төрге шығармай, жақсы сөздері төрге шығарайық. Бөлісе бастайық, темшік достармен басын тауға ұрып, тас қарып жүрген адамдар барса, достарың не істерін білмей, шаршап кеткен өмірден. Сондай адамдар болса, соларға жіберіңдер, көрсін, эфирге кірсін. Өздерін көріп отқан шығарсыздар, мен сториске де салып отырам. И плюс қазір менің профилімде не қойып қойдым, достар? Ссылка YouTube каналға. Сол YouTube каналға күнделікті осы эфирлерді басып, мына қасымда камера бар, соған басып, күнделікті соған салып отырам. Одан бөлек біраз сабақтар түсіріп атырық, оларды да сала бастаймыз. Шарша, депрессия болып жүр дейді. Оңай емес, достар, өмір оңай емес. Не үшін депрессия болады? Өйткені көп нәрсе өз орнымен жасалмағандықтан. Достар, кез келген нәрсе өз орнына қойылмаса, онда проблема болады. Міне, бір батыр жазды, Твикс деген, молодец. Батырлар саны көп болсын дейме, аз болсын дейме, білмеймін әртеу. Бірақ не болса да, елде байлардың саны көбейсін, миллионерлер саны көбейсін. Түсініп тұрсың ба, достар? Достар, Япония еліне қарасақ та, болмаса Корей еліне қарасақ, Японияны Япония қылған, Кореяны Корея қылған не ол, достар? Оларда қазба байлық бар ма? Достар, бар ма қазба байлық? Мұнай бар ма? Достар, мен реклама жасап атқан жоқпын, ешкімге ештеңе сатып атқан жоқпын, ешкімге бірдеңе пихат етіп атқан жоқпын, достар. Менің бар мақсатым білімді беріп осы жерге. Уақыт жоқ ол блокқа тығып отырғанға ше. Корея мен Япония не үшін Япония и Корея болып отыр, достар? Айтыңдаршы, қазба байлық бар ма ояқта? Мұнай бар ма? Мұнай жоқ. Алтын бар ма? Алтын да жоқ. Ештеңе жоқ. Бірақ оны неге дамып кетті ол елдер? Айтшы. Неге ол елдер дамып кетті, достар? Кедейлер саны көп болғаннан дамып кетті ма ол елде? Әлде тупойлар саны көп болғаннан дамып кетті ма? Айтыңдаршы, достар. Ауызбіршілік дейді. Ол бар ауызбіршілік. Білімнен дейді, міне. Жүрек білімнен деп тұр. Жоқ, коррупция деген басқа елдерде де бар, достар. Коррупция бар елдері дамып жатыр. Коррупция әкелудің қажет жоқ. Тәртіп дейді. Намаз оқисың ба дейді. Коррупция жоқ, коррупция қойыңдаршы, достар. Коррупция бар елдері дамып жатыр. Әрине білім ғой дейді. Міне. Бір затты ойлап тапқан дейді. Ойбай, олар бір зат емес, олар миллион затты ойлап тапты, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Японияда бір зат жоқ шығып атқан. То есть қазба байлық жағынан алтын, күміс, көмір, бірдеңе ары бер, не дейді жаңағы, мұнай, ешқайсы жоқ. Бірақ бас бар да. Бас бар. Мен ойламаймын, Японияда адамдар отырды, бәрі миллионер бола бере ма? Қойсаңдаршы осында айтқан әңгімен.
кім мына өзі бірдеңе деп үйретіп отқан? Сен кімсің өзі? Үйтпеш, бүйтпеш деп айтатындар бар ма? Иман маңызды дейді. Әрине достар, иман маңызды. Иман маңызды деп тұрған жоқпын. Мен айтып жатқаным білім маңызды деп тұрмын, достар. Білім болмаса көп нәрсені шаясың. Қалай баю керек, не істеу керек. Так, достар, күнделікті осылай эфирге шығам. Күнделікті біліммен бөлісіп отырам. Өзім туралы кішігірім айтып кетсек, 6 жылдық бизнесте опытым бар. Одан бөлек ғылымда опытым бар. Ғылыммен айналысқам. Ғылымда примерно қателеспесем 15 жылдай опытым бар. Ғылымдар мақалаларым бар, шетелге шыққан, ғылыми проекттермен айналысқам. Өмірде қаншама стрессті көргем, қаншама проблемаларды көргем. Одан бөлек қаншама проекттер жасағам, қаншама бизнестерді қадалғам, қаншама 20 миллионнан аса суммаға неше түрлі курстар алғам. Оның бәрін алмасам артқа кететінін түсіндім. Пайда бар ма дейді. Пайда бар, Аллаға шүкір, достар. Бизнес немен айналыстыңыз дейді. Так, мен бірде андай бастаған жоқпын, достар. Бүйтіп күтіп отқан жоқпын. Бір атам бір күшті ақша болса, үлкен ақша, бір 10 миллион бар ма, бір тема, бір бизнес баста жүріп, пақ-пұқыт байып кетем деп айтқан жоқпын мен. Сосын мен андайды айтқан жоқпын мен. Бір атам мен танысым жоқ, бір көкем жоқ, бір поддержка беретін адам бар ма? Поддержка берсе ше, чуть-чуть жетпей тұршы, поддержка берсе, зық, короче, байып кетейін деп тұрмын деп айтқан жоқпын. Тағы не бар? Братан, бір күшті идея бар ма? Идея жетпей тұр, братан. Бір зың идея болса ше, фук, байып кетем деп мен де айтқан жоқпын ше, достар. Мен не істедім, білесіңдер ма? Мен не істедім? Мен жайлап сата бастадым. Мен соғыс туралы айтпаймын, достар, политика туралы айтпаймын. Мен ап кетпей тұрған кезде халыққа пайдалы нәрсе айтайын да, достар. Айтатын нәрсе көп ше, оны айта беретін болсам, ол ешкімге пайдасы жоқ, достар. Мен біреу жамандайшы, ойбай, менің видеоларым топқа шығады, бәрі мақтайды, бәріне алады, білесіңдер ғой өздерің. Ол бірақ пайда не береді деймін да халыққа. Сондықтан, достар, мен қарапайым тірліктен бастадым. Не істедім? OLX-ке кірдім. OLX-ке кіріп, заттарды іздейтінмін. Там 40 мың теңге тұратын, 50 мың теңге тұратын, анализ жасайтын, қарайтынмын. Бірінші тірлігім содан басталды. Айлық жүріп жатыр, неқті. Айлық жүріп жатыр, арасында қолым бос. Сөйтем да, заттарды қараймын. Қай заттар арзанырақ, соны сатып аламын да. Назарбаев университетте профессорлар шетелдіктер тұғын. Ол америкалықтар, кәрістер, европалықтар, соларға келіп қымбатқа сататынмын. Арзан қалам, қымбатқа сатам. Түсініп тұрсыңдар ма? Ең қарапайым бизнес, достар. Ешкім керек емес ол жерде, саған команда керек емес, анау керек емес. Алдың, саттың, болды. Арзанға табасың, қымбаттатып сатасың, болды. Түсініп тұрсың ба, достар? Содан бастадым мен тірлікті. Сонымен бастап жүрем, бір ақша жетпейді. Білесіңдер, 250 мың теңгеден бастағам айлықты мен. Сонымен жұмыстан шығам дегенше 2 миллионға шейін барды, достар. Бірақ жетпеді. 2 миллион теңген. Андайды айтпаңдар, достар. Братан, қазір менің айлығым 200 мың теңге. 1 миллион теңге болса ше, болды, мен ақша туралы ойламаймын мен. Ақша маған былай жетеді дейтін адамдар бар ма, достар? Бар ма? Жазыңдаршы, бар болса. Айлығым 200 мың, 300 мың теңге, братан, 1,5 миллион теңге, 2 миллион теңге болса ше, болды менің артық адам, бай адам жоқ, болды, басқа ештеңе керек емес, жетеді сол ма дейтіндер бар ма? Жазыңдаршы, достар. Бар ма сондайлар? Бар ғой дейді, Жуманг бар дейді. Дұрыс айтасың, брат дейді. Бар ма, достар? Айтыңдаршы, бар дейді. Сондай адамдар бар ғой, братан, бір айлығым 1 миллион 500 мың, 2 миллион теңге болса, братан, менен бай адам жоқ, жетеді сол ақша деп айтатындар бар ма? Бар дейді. Бар дейді. 180 мың айлық норма дейді. Сәбит. Көп алсаң жетпейді дейді. Міне, айған көп бар дейді, жетпейді дейді. Достар, мен неге бизнеске кеттім білесіңдер ма? Мен есептеп қарадым. Қазір менің айлығым 2 миллион. Даже мен 5 миллион алсам да, мен жетпейтін түсіндім, достар. Сондықтан айлықты қанша рет өсірсе де жетпейді, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Жетпейді айлық деген. 5 миллион алсаң да, 10 миллион алсаң да жетпейді. Әрине бәріміз сабырсызбыз, тез ақша тапқымыз келеді, тез неғымыз келеді. Сонымен, в общем, бизнесті бастадым. Бірінші бизнес бастадым. Аллаға шүкір жүрді.
басында қиын болды, любой бизнес қиын болады. Бір 15 мың доллар қарыз қалдым. Сөйттім да бір оптым, бір рисковать еттім. Әрине, ол рисктің өзі, достар, есептелінген риск та. Туп андай емес, братан, білмеймін, братан бір не көрдім, бір кафе ашу көреді, братан. Бір ақша жоқ дейді. Ашып көргенсің кафе десем, жоқ дейді. Қанша керек? Братан, 15 миллион керек, кафе ашам дейді. Ондай адамдар мамалайды, достар. Ойламаңдар қазір, кафе ашып көрмеген, қазір 20 миллион ба, 25 миллион болса, пақыт кафе ашып байып кетем десең, өтірік оның бәрі, достар. Сонымен, общем, қоя бер, достар. Тауар алып келем, өтпейді, түсінбеймін. Сөйтем да жайлап бағасын төмендете бастаймын. Сөйтіп жайлап өте бастайды, достар. Өте бастайды, анализді жасаймын. Мен ағылшын білгендіктен Европаны қараймын, Американы қараймын, Россияны қараймын, Индияны қараймын. Сөйтіп жайлап қарап отырып анализ жасаймын. Так, мынау бітпейді мына тірлік. Значит, тағы керек. Сөйтем да товар сата бастаймын. Товарды рисковать етемін. Бизнес, достар, бизнес деген тең риск, достар. Егер де сен 1000 теңгені рисковать етпей, миллион теңге табам десең, 1000 теңге де таппайсың, минусқа кетесің, достар. Түсініп тұрсың, бизнес таза риск. Дайын болыңдар оған, ше. Ақша жоғалтуға дайын болыңдар бизнесте. Сонымен не істеймін, короче. Товар әкелем, сата бастаймын, өте бастайды. Бірақ әрине ол кезде OLX-та мошенниктер тола. Қазірде мошенниктер тола шығар. Қазақша сөйлейтін мошенниктер табылды, қазір білесіңдер ме, достар? Бұрында мошенниктер тек орысша сөйлейтін. Қазір мошенниктер қазақша сөйлей бастады, білесіңдер ме оны? Не үшін білесіңдер ме, достар? Неге мошенниктер қазақша сөйлей бастады? Айтыңдаршы. Аллаға шүкір, жетеді. Бірақ мақсат үлкен, достар. Мақсат үлкен, әлемге сату. Алла қаласа, мені көріп отырсаңыздар, алдағы 1-2 жылда біраз жетістіктер көрсетеміз. Базарда істеуші дейді, әдемі. Базарда сатушы болып істе, бірақ аңқау дейді. Қазақтар көп алданады дейді. Алданады қазақтар, достар. Неге алданады? Білім жоқ. Қараңдар. В общем, бұрында мошенниктер тек орыстар еді, қазір мошенниктер қазақтарда шықты, достар. Қазақтарда шықты, қазақтарды алдайтын болды, қазақтар алдайтын болды. Амал жоқ, не істейсіңдер енді? Өмір солай. Білім керек, не керек? Менің тауарларым туралы менің профиліме кірсіңдер, көресіңдер, достар. Менің профилімде бәрі бар. Страницамда. Так, сонымен, короче, тауарларымды халық сұрайды ғой. Ауырып жатыр халық, тауарым сұрайды. 250 мың теңге, 350 мың теңге тұратын тауарымды индирайвермен Қостанайға, Павлодарға, Петропавлға, Алматыға, Семей, Өскемен, Атырау, Ақтау, Қызылорда бәріне жіберем ғой. Аллаға шүкір, ешқайсы лақтырған жоқ. Рисковать еттім. Егер мен жоқ, болмайды, братан, ақшасын сразу бер, сосын товарын жіберем десем, сол жерде өлетін ме ше? Өспейді менің бизнесім. Түсініп тұрсыңдар ма? Сондықтан бизнес бастаған кезде жарайды, ол тірлігім жүрді, жарайды, жүре бастады. Енді ойлайсың ғой, енді ақша түсіп, бір ақша тауып бастаған кезде ойлайсың ғой, мен күшті екенмін ғой деп ше, ақша түсіп жатыр маған деп. Сөйтесің да тұрдым да бизнестен вообще хабарым жоқ, достар. 0 бизнестен хабарым жоқ. Ана кезінде физиканы мықты оқығам, математиканы мықты оқығам, олимпиадаға қатысқам. Ойлайсың, аналарды мен шаштым, бизнесте де сол тема жүреді деп ше. Сөйтсем атаң бас екен да. Сонымен бизнес туралы білім алмаймын. Одан кейін не болды білесіңдер ма? Тұрам да мен тез байығым келеді деймін ғой. Таныс сценарий ма, достар? Тез байығым келеді деген. Мына жерде кім бар тез байығым келмейді, айтыңдаршы, достар. Кім тез байығысы келеді? Бар ма мына жерде тез байығым келетін дейтіндер? Тез байығым келеді дейтіндер бар ма? Қазекеңдерде? Айтыңдаршы. Мен дейді. Я дейді. Атырау дейді. Я дейді. Оспан мен дейді. Я дейді. Бар ғой дейді. Кім тез байығысы келеді дейді? Бар дейді. Оразәлі бар дейді. Мен тез байығым келеді дейді. Самат Жолдасов дейді. Мен дейді. Әлбетте дейді. Кім байығысы келеді тез? Жоқ дейді. Бар дейді. Бәріне сөйтіп айтады ғой дейді. Ойымда уже баймын дейді. Шымкент мен ғой срочно дейді. Кім тез бай болғысы келмейді дейді. Как енді, достар? Тез байығым келеді деген нәрсе менен 24 миллион теңгені бір жылда ұйықтатты. Ол бір ма? Екіншісі стресс болды маған. Үшіншісі, енді жақсы жағын айтайын, опыт алдым ше. Бірақ ол опыт маған қымбатқа түсті ше. Енді қараңдар, не істеймін мен? Тез байым деймін ғой.
бір бизнесім жүрді ма, ойлайсың ғой андай, басқа бизнестер ашсам атады дейсің ғой, короче, ұрады, короче, мен тез байып кетемін, короче, мынау уақыт жоқ қой, короче, ше, уақыт жоқ, уақыт деген нәрсе айтпаңдар маған, тез байып кеттім дейді, тез дейсің ғой. Сөйтіп тұрамын да, бір жылдың ішінде 4 бизнеске ақша саламын ғой. В основном жұмыс істеп жатырмын айлықтан мен. Ана тірлігім жүргізіп жатырмын, основной түсіп жатқан бизнестегі ақшаны. Сөйтем да, осы түсіп тұрған бизнестегі ақшаны аламын да, бөлек 4 бизнеске саламын ғой, соның ақшасын алып ше. Ол не болды? Ол бірінші инкубатор, балықтар, балапандар шығарып, соны сату болды. Жұмыртқаларын Россиядан заказ бердім, оның өзі жыр болды ше. Андай үлкен нелер сатып алдым, мынау инкубатор ашатын нелерді, аппараттарды, ішіне 2000-3000 жұмыртқа кететін. В общем, соған салдым. Анау ауыл вайнер деген бар еді, естеріңізде ма? Ауыл вайнер деген жоқ болып кетті ол ше. Біраз косяктар болды ойдым, үйтті битті короче жоқ болып кетті, сол кейін машина сатып кеттім. Ауыл вайнер нормальный келе жатқан еді. Ауыл вайнерді шақырам, профессиональный видео түсірем. Ой, зың аттан ой енді ше. Страница ашам, Атырауда ғой дейді. Сонымен, в общем, мамалаймын ғой. Ана жерде балапандар өліп жатыр. Ол балапан туралы білім жоқ менде, достар. Ана балапан қалай ашылады, қалай неғылады, қалай қарайды, қандай ауру көреді, білім жоқ, нөл, короче. Сөйтем да бастайсың ғанан ше. Сөйтесің да мамалайсың, короче. Стресс. Ақша кетті, оған 6,5 миллион құйғам ше. 6,5 миллион шайдым, қаншама балапан өлді. Алла сақтасын, кейбіреу недоношенный болып туылды балапандардың. О, балапан оңай ма, недоношенный болып туылды. Одан бөлек анау нені хайбрид деген бар, үндік. Мына жерде тауық баққандар болса білет. Хайбрид деген үндіктер болды, мынау етті былай жинайтын кәдімгідей ше. Соларды алам, жұмыртқа 8,5 теңгеден. Соларды аштырам, олар аяқтары талтайып қалады былай ше, достар. Аяқтары талтайып қалады, оны алып ана бутылкаға саласың, аяқтарын реттеу үшін ше. Осы екі сиыр сатып алу керек деген, осыған прикол түсірем ғой. Осы видео атады ол, короче. Сонымен ол страница әлі бар. Түркістан жұмыртқа бірдеңе деген ұмытып қалдым. Тауық деген ба, ол страницаның паролін бәрі ұмытып қалды, короче, жатыр ол. Короче, оған қойғыш, достар. Сонымен, в общем, мамалайым 6,5 миллионға. Ол бір проект жүріп атқан. Екінші проект бар менде. Английский курс сатам ғой. Английский курс онлайн. Ол кезде карантин кезі ғой. Инкубатордан аяқ талтайған дейді. Аяқ талтаяды өзі ана деді. Қалай миллионер боламыз дейді. Достар, айтам, асықпаңдар. Көрінді, уже бақа, сенде уже не жоқ та? Сабыр жоқ сенде. Тезсіз бай ғой. Братан, тезсіз айтшы. Ертең сенде байып кетем деген әңгіме ғой. Гибрид, хайбрид деген, енді ағылшынша хайбрид дейді. Орысша гибридтер ғой. Франциядан келетін жұмыртқалар. В общем, қоя бер. Сонымен екінші английский курс ашам, достар. Английский курс ашам. Английский курста бір таныс біреуім ашты, айтпай қойын. Ой, братан, білем, үйтем, бүйтем деп жарайды деймін. Ақша беріп жатырмын, кетіп жатыр. Күніге миллион, 2 миллион айына, то есть айына миллион кетеді, 2 миллион кетеді, 1,5 миллион кетеді, 500 мың теңге кетеді. Сонымен, короче, примерно 6 миллионға барады. Команда жинаған, ол өзі істеп жатыр, бірақ мен уақытым жоқ оны. Тексеріп жатқан жоқпын мен. Достар, малды қарамасаң, мал болмайды, достар, сразу айтайын. Ол жерде қателігім, мен ол туралы түк білмедім, и оған тек ақша беріп отырдым. Болды, мен оны қадағалаған жоқпын, уақытым болып отқан жоқ. Аяқта тірлігім жүріп жатыр өзімдікі, основной тірлік. Сонымен, в общем, ол адам мен ұйықтатты ма, алдады ма, не істеген білмеймін. Оны Аллах біледі енді, бірақ тексермедім. Ақшаны беріп отырмын, 6 миллион кетті бір кезде. Жотам пайда қақта десем, братан, сәл шыда атады мынау, жүреді дейді. Сөйтеді ақша дальше құя берем, бір кезде 14,5 миллион теңге болады. 14,5 миллион теңге болған кезде, айттым, білгенсіздер дедім ше. Мына жердеген тарқатасың ба, бірдеңе қыласың ба? Жоқ, ақша дедім ше. Ақтаған жоқ анау ше. Аяғында кім байыды? Айлық алғандар байыды. Ана жүргізген адам байыды. Жаңағы доляны 50-50 бөлсеміз дейді ғой. Ақшаны сен сал, тірлік мен жүргізем дейді. Проблема жоқ. 14,5 миллион теңген былай фук ұйықтады, короче ше. 14 миллион қайдан ал дейді. Бірінші бизнесін жүріп тұр ғой, достар, менің ше. Бірінші бизнесін жүріп тұр, ақша әкеп тұр. Соның ақшасын аламын да тез байым, братан, уақыт жоқ қой, короче, уақыт жоқ деймін да, соның ақшасын аламын да басқа бизнестерге тығам оны ше. Сөйтем да мамалаймын. Ол бизнестерде вообще хабарым жоқ, істеп те көрмегенмін оны ше. Нөл білім, нөл, опыт нөл. Ешкімнен сұрамайсың. Ана адамдарға болады ғой, достар, сендерде бар ма таныстарың? Ақша бете бастаған кезде тыңдамайтын ешкімді.
Бар ма? Бар болса жазыңдаршы. Ақша біткен кезде сөйлеспейді ана, тыңдамайды ана ақыл ше. Бар ма ондайлар? Айтып берем ол туралы достар. Бар ма достарың сондай байып кеткен достар ақыл тыңдамайтын? Я дейді. Нүкте. Бар ғой дейді. Бар дейді. Енді қазір жағдайың қалай дейді. Аллаға шүкір достар. Алматы мен ғой дейді. Бар дейді. Ақша біткен кезде танымай кететін адамдар болады, ана көзіне бүйтіп уже не андай көрінбейді наши киіп аласың да. Тыңдамайсың ешкім. Сен мықтысың, өйткені сен ақша тауып жатсың да. Сен крутой деп санайсың өз-өзіңді. Сен кімсің ақыл айтатын? Қалтаңда бір тиын жоқ, маған не ақыл айтып тұрсың деген әңгімелер кете ма достар? Бетің айтпаса да бұлар айтатын шығар енді, шай шер бітеді дейді. Бар ма ондайлар? Сондайдан өткенмен достар. Тыңдамайсың ешкім. Ақша тауып тұрсың, ойлайсың ғой, ақша таптым, мен миым артып кетті, болмаса бір мен артық болып кеттім деп ойлайсың ғой. Атаң басы деймін да. Сынақ келген кезде бір жеріңді айырып жібереді деймін да. В общем, сондай. Жалғастырайық. Таныстар айтады, обязательно туысқандардан бастап, қойсайшы ана, не қыласың, шашырай бермесейші, әр бизнеске сала бермесейші, үйте бермесейші дейді, тыңдамайсың. Мен білем, ақша тауып отқан дейсің ғой. Сондай ма? Сөйтем да ол бизнесін жабам, короче, бітті. Одан бөлек, одан кейін егістікке салам ақшаны достар. Егістікке параллельно кетіп жатыр ақша 4 бизнеске. Егістікке салам. Егістік 2,5 миллион теңгем кетті деймін. Короче, тоже инвестормын ғой, ол инвесторсың, уақыт жоқ аналарға. Өз бизнесім жүріп жатыр. Одан суырып, жұлып аласың да, аналарға саласың, жүрмейтін нәрселерге ше. Сөйтесің, ол бизнес, короче, мамалайды. Егістік сол жерде қалды. Бидай мен ше, бидай еккем ғой, 2,5 миллион жіберіп. Су жоқ. Жазда су тапшы болған кезде ше, қырылыс болады достар. Су мәселесі сұмдық болайын деп тұр. Алдағы бір 2050 жылдар, 60 жылдары жұрттар уже суға төбелеседі достар. Қазірдің өзінде 1 литр су бензиннен қымбат па достар? Айтыңдаршы. 1 литр су қанша бізде? 1 литр су. Айтыңдаршы достар. Қанша отыр 1 литр су? Баклашкадегі. 450 теңге ме қанша тұрады өзі достар? Жазыңдаршы. 1 литр су қанша тұрады? 450 теңге тұрады. 400 теңге тұрады дейді. 230 теңге жоқ ау деймін. 800 теңге дейді. 450, 550 дейді. Бензин қанша тұрады? 92 достар. Бензин қанша тұрады? Айтыңдаршы. Бензин қанша тұрады? Бензин 10 теңге тұрмайды ғой. Литр 92. 225 дейді. 225, 230 теңге тұрады. Түсіндір ма достар? Алдағы 50 жылдан, 50 емес 2050-де 2060 жылдары судың бағасы қырғын қымбаттайын деп тұр ше. Ол туралы мен біраз проект жазғам. Ол туралы ақша отқам кезінде проект, сол проектпен жұмыс жасағам, стресс болғам, өйткені андай проектте ол, братан, саған 100 миллион береміз. 100 миллионды сен проект орындау керексің. Орындай алмасаң 100 миллион қайтарасың дейді. Осы жерде бар ма сөйтіп рисковать етіп алатын сондай ақшаны достар? Аллаға шүкір достар. Бірақ менің ақшам ол сендерге түк пайда бермейді достар. Менің опытым, білімім сендерге пайда береді. Соғыс болады су үшін дейді, обязательно. Достар, сендерге 100 миллион теңге берем. Инновационный проект істейсіңдер. Істей алмасаңдар, сотталасыңдар или ақшаны қайтарасыңдар. Істейсіңдер ма сендер достар? Бар ма сөйтіп? Жүрегі жұтқандар. Енді өмір ғой дейді, бар дейді. Дархан бар дейді. Рисковать етесіңдер ма достар? Давай дейді. Маған бер дейді. Мен алған жоқ, мемлекеттерді оны. Істейін дейді, бар дейді. Міне, дух бар, в общем. Жігіттерде дух бар. Так, достар, оған білім де керек. Білім болмаса, қазекеңдер шашат ше, командаға адам алғам, тупой бәрі ше. Істемейді керше. Анау келеді, айлық алады, ұйықтатады, мынау келіп айлық алады, ұйықтатады. О, проекттің уақыт жақындап жатыр, стресс, ананы жабу керек, нормально тірлік істеу керек. Қазекеңдер білесіңдер ғой? Ешқайсы жаны ашмайды ол. Істейм дейді да, айлық алып кетеді короче. Жарайды, оны қойшы, Аллаға шүкір ол проектімді жаптық қой, Алланың қалауымен. Так, дальше жалғастырайық. 3,5 миллион теңге дарбыз егем ғой, бір дарбыз өзбектер шақырамыз, жер бар, тегін жер қоя берші. 3,5 миллион теңге дарбызға берем ғой. Ананы алады, мынаны алады, сөйтеді тоже. Судың проблемасы келген кезде ана дарбыздар күн ыстығынан су жетпей қалғанда өспей қалады ғой. Пісіп кетеді. Сөйтеді поледа 3,5 миллион теңге жатыр ғой короче ше, мусор. Оны жинағанда жоқсың. Өзбектер қашты бір кезде ше. Ойлады ойдым, өзбектер кәдімгі басымызға іліп жібереді ақшаны деп ше. Неше гектар дейді? 10 гектар ма? Я 10 гектар ектім достар. 10 гектарға дарбыз ектім.
Мен еккен жоқпын, өзбектер екті оны ше. Бейшара өзбектер енді оңай емес олар, пақыр енді. 3,5 миллион теңге жұмсаймын. Полияда 3,5 миллион теңге қалды ғой, сол дарбыз, парбызмен. Оны сатамайсың ана, ешкім алмайды ана, тегін берсін де ше. Сонымен ол да сабақ болды. Сонымен, в общем, 24 миллион теңгені бір жылда ұйықтатамын ғой. Бірақ достар, мен бизнес бастамай жатып бір нәрсеге өз-өзіме уәде бердім психологически. Қандай уәде білесіңдер ма? Өзім кінәлімін ғой достар. Енді қараңдар, мен қателігім сендерге айтып отырмын. Бұл жерде бірақ сабақ айтамын ка достар. Не түсінгенімді? Жарай ма? Тыңдаңдар. Қараңдар. Бұл жерде мен депрессияға түсіп кетпейтіндей бір нәрсе өз-өзім мен алдын ала дайындадым. Не нәрсе ол, білесіңдер ма? Айтыңдаршы, не нәрсе? Сен бизнес жасайын деп отқан кезде бір нәрсеге өз-өзін дайындау керексің. Неге дайындау керексіңдер, достар, білесіңдер ма? Жатып алып ақша тапқым келеді. Конечно, достар, мына жерге жазыңдаршы. Жатып алып кім ақша тапқысы келмейді? Айтыңдаршы. Бүйт саусақты да қимылдатпай кім ақша тапқысы келеді, жазыңдаршы. Айтыңдаршы, кім ақша тапқысы келмейді мына жерге жатып алып? Мен ғана емес шығар, мен ерекшемін деп ойламаймын, достар. Мен де сендер сияқты адаммын ғой, мен дейді. Банкрот болдым ба дейді. Банкрот болдым. Бірақ бір бизнесім жүріп тұрды, Аллаға шүкір. Мен дейді. Жатып ақша тапқысы келетін бар ма, достар? Іштен істемей. Міне, жүректі дайындау керек дейді, достар. Міне, мен жүрегім дайындадым. Бизнес бастамай жатып. Мен айттым, Асеге, дайын бол. Бұл бизнес. Крупный ақша жоғалтасың. Сол кезде ақша жоғалтқан кезде депрессия болып, ауыр болып төсекте жатқанма дедім. Бұл бизнес. Рисковать етесің өміріңде. Бірденге шығады. Рисковать етпейсің, өмір бақи айлықта істейсің дедім да. Менде выбор жоқ болды, достар. Выбор жоқ менде. Или өмір бақи айлыққа істеу жетпейді ол. Үй алуыма жетпейді, машина алуыма жетпейді. Или рисковать етем дедім. Бірақ дайын бол, ақша жоғалтқан кезде бүйтіп жүрегің ұстап ауырма дедім. Бүйтіп, анау кінәлі, мынау кінәлі, үйтпеу керек еді, бүйтпеу керек еді, үйтпеймін, бүйтпеймін, деп ондай болмайын деп өз-өзіме психологически дайындадым, достар. Сондайға дайынсыңдар ма, достар? 24 миллион теңге жоғалтуға дайынсыңдар ма? Айтыңдаршы. Тәуекел ету үшін де қаржы керек дейді. 24 миллион теңге жоғалтуға дайынсыңдар ма, достар? Дайын дейді. Рико. Жоқ дейді. Жоқ дейді, Баги. Жоқ, Бауыржан. Жоқ дейді. Мә дейді. Дайынбыз дейді. Міне, Жамал дайынбыз дейді. Нұрбек жоқ дейді. Мағжан я дейді. Жайне жоқ дейді. Мен 30 миллион жоғалттым дейді. Міне 30 миллион жоғалтқан адамда біраз сабақ бар негізі алатын ше. 120 миллион жоғалттым дейді. 120 миллион жоғалтқандар эфирімде отыр ма менің? Базар жоқ. Жоқ, 120 миллион жоғалтқан адамды қосу керек қой мына жерде. Бұл кісіден сұхбат алып, елге пайдасын айту керек қой, не сабақ алды. Дұрыс па, достар? Алдағы уақытта, достар, қосам каналға. Жарай ма? Опыты бар адамдарды қосам. Сосын сұрақтарға жауап беретін неге қосам. 25-ке кеттік қой дейді. 100 миллионға келіп тұрса дайынсыз ба дейді. Дайынмын, достар. Алла сақтасын, қиын, бірақ дайындадым. Коробка жасау бизнес қалай дейді. Әдемі ғой. Так, достар, жалғастырайық. Так, бұл жерде мен не сабақ алдым? Не сабақ алдым, айтайын ба? Бірінші сабақ бизнестен сабырлы екенін түсіндім. Екінші сабақ фокус, достар, фокус. Қазіргі заманның ең қымбат нәрсесі фокус, достар. Көбісінде фокус жоқ. Фокус жоқ. Ананы істегісі келеді, мынаны істегісі келеді, ананы істегісі келеді, мынаны істегісі келеді. Бар ма ондайлар? Бар ғой, Көп нәрсе істегілер келетіндер бар ма мына жерде? 500 теңге жоғалттым дейді. 2002 дейді. 70-80 мыңға жылап жүрген мен дейді. Мен дейді, бар дейді. Бар, я дейді. Бар дейді. Миллионнан 500 мың теңге қалды дейді. Қайта 500 мың теңге қалып, минусқа кетпеген қуану керек, достар. Фокус жақсы дейді. Байлар неге қатты дейді. Олар туралы айтам, достар. 2 аптада 1,5 миллион құрттым дейді. Байлар неге қатты дейді. Ол туралы айтам, достар. Қайтесің өмір ғой дейді.
5 миллионмен қандай бизнес болады дейді. Ол туралы кітап шығарып жатырмын. Скоро кітап шығады достар. 200 мың теңгеден 20 миллионға шейін қандай бизнес бастау керек деген. Болады. Қандай бизнестер түрі бар деген сияқты. Так, достар, жалғастырайық. Фокусты құрттым мен. Енді қараңдар. Үшінші түсінген нәрсем, қайта біріншіге қоюға болады оны. Үшінші түсінген нәрсем білім 0. 0 достар. Білім 0. Білім 0 болған кезде шаясың достар. Түсіндіңдер ма? Білімсіз тірлік бастайтын болсаң, бір 80-90% құлайсың қопшым ше. Түсіндіңдер ма достар? Достар, менің мақсатым сендердің алдарында мақтану емес. Менің мақсатым осы білім тәжірибемен осы адамдарға бөліссем, и осы адамдар мен арқылы бір пайдаға шықса, бір тірлігін бастап кетсе, бұл жол нұсқасам, сол арқылы күшті болып кететін болса, достар, мен үшін ол бақыт. Аллаға шүкір, ақша жетеді. Адам қарын тойған екен ғой, жаңа нені ойлай бастайсың, бір халыққа пайда тигізу керек еді, бір елге пайда тигізу керек еді деп ойлайсың да. Когда қалта толмай тұрғанда, достар, мынандай ақша жоқ кезде халықты ойламайсың, достар. Келісесіздер ма, достар? Келіссеңдер, я деп жазыңдаршы. Мен ойламаймын, мына жерде қалтасы пустой болып тұрып, халықты ойлап жүрген адам бар ма нарада? Я дейді. Я дейді. Данияр Шакир, я дейді. Я дейді. Достар, қалтаң тоймаса, сен ойлай алмайсың жұрттарды, елді, халықты бар дейді. Міне, достар, қазір Аллаға шүкір, достар. Опыт бөлек, білім бөлек, достар. Автолампалар дейді. Оны қарау керек, қай жерден ашасың, бәрі рөл ойнайды. Білім деп отқан опытта жоқ, опыт бөлек, достар. Білім бөлек. Білімің болса, қымбат опыттар алмайсың. Мен уағыз айтпаймын, достар. Мен дінді оқыған адам емеспін. Медресе оқыған адам емеспін. Арабша білмеймін. Так, достар, жалпы жалғастырайық. Қай жер келдік өзі? Білім керек, бірінші очередь. Білімің болмаса, шаясың. Көп процент шаясың. Екіншісі фокус кетті. Үшіншісі сабырлық жоқ. Тыңдамайсың. Ақша бітті, байсың сен. Крутой санайсың, өзің кетіп қалғансың. Сәл бір тиын бітсе бітті. Саусағымен бүйтіп амандасасың, біреулер бүйтіп. Что-там артыш деген сияқты. В общем, сондай, достар. Енді ол өмірімдегі алған бір сабағым. 24 миллионға жоғалттым. Бірақ в основном бизнесім жүріп тұрды. Бірақ ол жерде негізінде мен соған ғана фокус қойған кезде ол бизнесті вообще өсіріп жіберетін мен ше. Оның өзіне болды, сабақ болды ше. Түсіндіңдер ма? Сондықтан бұл жерде алатын сабақ, достар, егер де сен бір бизнес бастадың, сол бизнесің жүріп жатыр ма, қой андай ше. Бізде әлі сондай қазекең, мен талай бизнесмендер білемін ғой. Братан, мына бизнесім, білмеймін, айына бір 100 миллион теңге ма, 50 миллион айналып тұр. Мысал ретінде 50 миллион теңге айналып тұр. Бір тағы бір бизнес ашқым келіп жатыр. Сен когда тірлігің жүре бастаған кезде, саған екі түрлі адам келеді. Біреу, бір адам, мына жақта күшті бизнес бар, давай кеттік, ашамыз дейтіндер келеді ше. Тыңдама олар, достар. Тыңдама. Сосын екінші адамдар болады, братан, инвестор болсай, мына жақта тема бар, күшті тема, атат, 50-50 істейміз дейтіндер болады ше. Тыңдама оны да. Сондықтан, достар, бизнесің жүріп жатыр ма, бүкіл фокус соған қой. Түсіндіңдер ма? Басқа бизнеске секірме. Басқа бизнесте жүрмейді ол оңай емес ол. Ломбард жоламаймын мен. Коробка туралы идея айтыңызшы. Коробканы істеп отқандар бар ғой. Коробка всегда керек, достар. Так, жалғастырайын ары қарай. Тағы не болды? Короче, қытайлар мен 50 миллионға лақтырады. Ол туралы айтайын ба, айтпай-ақ қойын ба, достар? Қандай сабақ алғанымды? Достар, бүгінгі формат сәл басқашалау. Бүкіл неге дайындап жатырмын, достар? Бүкіл ответке, сұрақтарың ответ бар, дайындап жатырмын, айт дейді. Қытайлар қалай 50 миллионға лақтырды мені? Айтыңызшы дейді. Айт дейді. Айтайын ба, достар? Өйткені ақылды адам, достар, біреудің қателігінен сабақ алады. Ақымақ адам өз қателігінен сабақ алмайды сол үшін. Алмайды ақымақ адам ше. Алса жақсы ғой, ол жартылай ақылды болады. Алмай кететіндер бар ғой. Сол ямаға қайта түсетіндер бар. Қайталай беретіндер. Бар ма ондайлар, достар?
бір қателікті қайта қайталай береді. Анауды білмеймін, ана уже ақыл алатын уақыт болды, ақыламайды. Сондай бар ма достар? Так, жалғастырайық достар. Қытайлар қалай мені 50 миллионға лақтырды? Короче, бірінші бизнесім жүріп тұр. Аллаға шүкір. Жүріп тұрды. Өзім істедім басында. Любой бизнесте жігіттер, достар, дайын болыңдар. Любой бизнесте өзің істейсің басында. Мал болып істейсің. Түнгі сағат 12-1 ма қызықтырмайды. Звондадың ба сразу жауап бересің. Болды, братан, әкеп беремін дейсің ғой. Ақша ұйықтатам адамды, ақша ұйықтатпайды. Ақшада андай жоқ. Өзің бір бизнес істеген кезде анау таңғы сағат 9-да жұмысқа келіп, кеш сағат 6-да үйге қайтамын деген жоқ. Түнгі сағат 1-де болса да звондаса тұрып кетесің ғой. Тұрып кетіп, апарып бересің тауарын, жібересің. Қызықтырмайды. Бизнес сол достар. Сонымен, короче, мынандай болады. Тірлігім жүріп тұр. Ол кезде енді Қытайға бару деген жоқ еді. Визамен баратын едік ол кезде Қытайға. Бірақ Қытайға барып көрмедім ол кезде. Сонымен тұрамда Алибабаны пайдаланамын. Алибаба деген бар. Не сияқты? Каспи сияқты, бірақ әлемге сататын нәрсе да. Алибабадан адамдар табам. Сөйтем да Алибабадан бір Қытай табам. Түрін көрмегем. Сөйтем да оған товар ақша жіберем ғой. Жіберем. Ол кезде карантин кезі Қытайдан товар кешігіп келді, нереально. 3 айға шейін кешігіп келді. Қырғын ақша жіберем, кетеді. Бір кезде келген товарлары бәрі бракованный ғой, прикинь. Мен айтқан қарайтсы кемейді. Сынып қалғандар, жасамайды жұмыс. Ананша коробка үйде толып тұр ғой. Аламда лақтырамын мусорға ше. Енді примерно бір 30% ба ремонттадым достар. Бір екеуін қосып, екі аппаратты қосып, бір аппарат шығарып, оттегі аппарат достар. Коронавирус кезде, білмеймін сендер ауырдыңдар ма, ауырмадыңдар ма, коронавирус кезде оттегі аппараттар болатын. Жетіспейтін адамдарға. Сол кезде білдік қой, коронавирус кезде оттегі аппарат бар екен. Үйто 2 туысқаным қайтыс болып кетті. Аллах рахмынасын. В общем, сондай аппарат еді. Сонымен, короче, 50 миллион теңге қытайлар ұйықтатады. Оны бірденге дей алмайсың. Ол Қытайдың түрінде білмейсің. Барып бірденге дей алмайсың ше. Короче, 2-3 аппарат қосып, бір аппарат шығарып, үйтіп, әрте бір 30% ба саттым ше. Қалған жоқ қой, ұйықтатты ше. Енді қараңдар. Қытайлар естерінде болсын, до конца ұйықтатады. Ұйықтатады Қытайлар бар. Ұйықтамау үшін не істеу керек білесіңдер ма достар? Не істеу керек ұйықтатпау үшін сені? Айтыңдаршы. Жоқ, Қытайлар малдар емес достар. Ол малдар любой ұлтта бар достар. Достар, бірден айтыш қызықтарса. Мал деген ұлт таңдамайды достар. Мал деген ұлт таңдамайды. Ол кез келген ұлт болуы мүмкін мал деген. Түсіндір ма? Малдар бүкіл ұлтта бар. Білім дейді. Жоқ ой, білім не істейсің оны? Сен лақтырды ғой ол. Қандай білім ол? Рисковать етіп ақшаны жібердік қойған. Красавчик дейді. Өзің барсың Қытайға. Өзің барасың дейді. Ол бір вариант. Енді біздің кезімізде виза жоқтығын ондай кіргізбейтін. Барып алу керек дейді. Договор керек дейді. Договор істен істей алмайды. Қақтан жібересің Қытайға? Сақ бол дейді. Ұйықтамау үшін көп миллиардың күйеу баласы шығарсың. Миллиардердің күйеу баласы болсам, осы жерде отпайды жәрдім. Сендер ақыл айтып, жатпайман ол неде? Аралдарда ма, Америкада, Европада қыдырып. Алматы. Так, достар, Қытайларға қалай алдамау керек айтайын. Қытаймен бизнес жасаған кезде 2 түрлі Қытай бар. Біреу ортада компания, ол ештеңе шығармайды. Ол заводтардың бәрін таниды. Ол просто сол заводтардың алады да біз сияқтыларға сатады. Олардың көбісі ұйықтатады. Мен сіздерге просто крупныйларын айтып отырмын достар. Крупный тірліктерді айтып отырмын, қаталған. Мелкілерін айтатын болсам, былай жетеді мелкілер. Бірақ бұл бизнес, рисковать етесің. Ұйықтататындар бар. Ол туралы айтамын, жайлап айтамын достар. Бүгін тек опытымен бөлсем достар, түсіндір ма? Так, Қытайда 2 түрлі Қытай бар. Біреуі компания ортадағы, екіншісі завод. Завод ешқашан сені ұйықтатпайды. Завод сен ұйықтатса, ол репутациясына зиян. Заводқа керегі саған качественный товар жіберіп, сен қайта заводты алған керек. Түсініп тұрсыңдар ма? Ал ортада компаниялар былай Қытайда. Ақшаңды алады. Өтірік, короче, качествосы нашар, сынып қалатын товарлар жібере салады, болды. Бітті. Сен оны іздеп көрсен. Іздеп тапсаң, таптың, таппасаң, жоқ ол.
Түсіндіңдер ма достар? Сондықтан Қытаймен бизнес жасаймын десеңдер, сразу сұрап алыңдар, сен заводсың ба де. Конкретно заводсың ба? Завод болса, маған адресін жібер, мен заводқа барам дейсің да. Түсініп тұрсыңдар ма? Сол кезде сразу айтады ғой, жоқ, біз завод емеспіз дейді. Түсіндіңдер ма достар? Сабақ болсын достар. Менің әрбір сөзім үлкен сабақ түсінген адамға. Түсіндіңдер ма? Так, оны қоя бер. Так, Қазақстанда кім лақтырды мен? Соны айтайын. Қазақстанда бір жұмысшым болды менің. Өткен мен ғана сатпайтын, кейін уже жағдай андай ғой, қазекімдер сәл жағдай жақсара бастаса, жұмысшылар аласың, уже сәл уақытын босатқым келеді. Сонымен менің алып сатушыларым пайда болды. Бір жігіт бар тұғын, атын айтпай қойын. Менен алып сататын, кейін ол өзі мойындады. Асқар деді, мен сені примерно 5 миллионға ұйықтаттым деді ғой. Қалай десем, мен товарларым алады да, короче, қымбат товарлар алады да, арзан товар саттым деп сөйтіп жібереді да, короче, ақшалар. Мен қарамаймын, өйткені татауы тірлігім жақсы жүріп отырды, саудам жақсы жүріп отырды. Ана адам, короче, мысалы 350 мың теңге затын сатама, ол тұрады маған 200 мың теңге затын саттым деп 200 мың теңге жібереді. Мен оны тексермеймін, оны қарамаймын. Беспредел бизнес ше. Ол туралы айтамын. Қазекендер, бізде бизнес ашқан кезде бардак болады ше. Жүйе жоқ, біреу тонап атады, біреу ұрлап атады ше. Есеп жоқ. Оған дайын болыңдар достар. Егер сен компанияда есеп жүргізуді, контроль жасауды білмесең, ұйықтатады. Әркім келіп ұйықтатады сені. Мен таныстарым бар, автозапчасть сатады, короче, үлкен ангары бар, үлкен ангар. Анау шаршап кеткен ғой бизнесінен ше. Братан, не істеймін, сатайын, құртайын ба дейді. Не болды десең, жұмысшылары 50 миллионға бір жылда ұрлаған оның товарын ше. Датауының товары көп. Енді өз уақытында жақсы деп қалған. Датауы бір жылда 50 миллионға товар ұрлайды. Постоянно жұмысшыларын ауыстырады. Складта істейтіндер, складтағылар ұрлайды товарлары ше. Одан бөлек анау сату мамандар олар ұрлайды, короче. Менеджер алады, олар ұрлайды ше. Уже депрессия болып кеткен. Сондықтан достар, дайын болыңдар. Бизнесте андай сөз бар. Все зарабатывают, кроме меня дейді да. Түсініп тұрсыңдар ма? Сен ақша таппай мүмкінсің, бірақ сен жұмысшылар ақша табады. Ана кассадағы адамдар ақша табады. Айлығынан бөлек достар, бұл айлығынан бөлек. Түсініп тұрсыңдар ма? Ұрлайды, тонайды ше. Түсіндіңдер ма? Так, жалғастырайық. Сонымен Қытайда екі вариант бар. Сол жаңағы біреу ортада компания всегда ұйықтатады. Оларда біреуді ұйықтатты, алдында маған өңшің сваркасы нашар, өтірік сваркіленген заттар салып жіберген ғой. Баллондар бәрі жыртылып кеткен, короче. Оның бәрін бір 7-8 айда әрең саттық. Біз запчастан алып басқа заводтан. Сонымен сондай. Короче, ол шымкентский жігіт біраз товарым сатты, сөйтіп ұйықтатты 5 миллион, одан бөлек оған 3 рет мен возможность беріп, сөйтсем ол лохотронға кіріп кеткен екен, достар. Достар, егер де сенің таныстарың лохотронға кірсе, одан мықты не шығады? Алаяқ шығады ше. Емай, анау датауы ойынға ақша тігу үшін анау не деген нәрселерді ойлайды, анау қулықтар ше. Сен қала бересің ғой. Сөйтіп ол 5 миллион бір ұйықтатқан ұрлап, одан кейін 600 мың теңге қарыз болды. Ол қарызды сосын аяғында айтты, мен құры дедім ғой. 600 мың теңге де керек емес, 5 миллион да керек емес, құры дедім. Товарым сатпайсың дедім ғой. Датауы ұйықтатып сөйткен де. Аллаға шүкір, сынған жоқпын. Өткен одан хужысы бар, қаншама миллион қадалған екен. Анау жұрттар болды, 100 мың теңге, 500 мың теңге қарыз сұрағандарды іздемейсің ғой ше. Түсініп тұрсың достар? Когда 20-30 миллионға қадалған кезде, 500 мың теңге алған, 300 мың теңге алған, қарыз алған достарым болды, звондамайсың оларға ше. Қош дейсің ғой. Үлкен суммалар жоғалтқан кезде ше. Так, жалғастырайық достар. Тағы не болды өмірімде? Біреу болды. Бір бай қатын болды ше, достар. Бай қатын болды Астанада. Ананың үйі 8 миллион доллар тұрады. Ойлашы, 8 миллион доллар тұрады. Жеке самолетім бар деді. Мініп алған машинасы қырғын, қымбат енді ше. Үйі 1 гектар ғой, жері 1 гектар ба? 10 үйден тұратын. 1 гектар жері. Үйі дәу, музей. Короче, ол тұрады да, бір күн барам өзім. Сөйтіп айтам ғой, маған ақшам артылып тұр, бір 20 миллиондай бар. Чотан бір тема бар ма деймін. Асқар бар ғой дейді. Сөйтіп та, жас үлкендеу кісен, сөйтіп 20 миллион қолына ертесін санап апап берем ғой. Сөйтіп та, ол байдам дейтін адамдар ғой енді. Сөйтіп та,
бір жыл жүреді ғой, үйтеді бүйтеді, емізе береді ше. Білесіңдер ғой, ақшаны алған адам вроде түсінбеймін, ақшасы бар. Асқар, сен ақшаң нақта көбейді, оны алып ана жаққа салдым, мына жаққа салдым, тірлік жүріп жатыр, уайымдама дейді. Ақша берсейші, мен сен айттың ғой 3,5 айдан кейін нормальный ақша болады десем, жоқ, үйтеді бүйтеді, короче. Сонымен бір жыл жүреді, уже шыдай алмай кеттім ше, уже нерв болдым ше, барам да короче не жасаймын ғой, короче ақшам бәрін орнына қой деймін. Сөйтеді да ақшам қайтарады да мені блокқа тығады ғой. Ема көтің ашиды ғой. Сол 20 миллион теңгені ше алып, анау неден котлованнан салып отқан үйлер болады Астанада. Соның өзін салсам ше, ол ақшаны бір жылдың ішінде жоқ дегенде 40 миллион көтеретінім ше. Хотя бы 40 миллион көтеретінім. Хотя бы өзім тауарыма салсам нормально көтеретінім ше. Ұйықтады ше, көтің ашиды ғой. Хайре, не істейсің енді? Сабақ оның өзі. Сонымен, в общем, сондай сабақтар көп, достар. Так, достар, алға енді халықтың сөзіне жауап берейік. Так, достар, менің сабақтарым профилімде бар, ссылкам басына YouTube каналға барасыңдар. Соқтан көрсіңдер болады. Турси носки сатсам байым ба дейді. Ой, турси носки сатып байып атқан жігіттерді білем. Ұрып атыр олар. Бірақ ол жерде үлкен ақша керек, достар. Үлкен ақша керек, өткені сен қазір кішкентай ақшамен турси носки алып келіп сатуға болады. Бірақ көп сата алмайсың. Қараңдар, достар. Мен сендерге бір жақсы сұрақ қойайын. Мына сұрақты қою арқылы сендер көп нәрсе түсінесіңдер. Мына жерде сұрақ: кім гелик алғысы келеді? Достар, жазыңдаршы, кім гелик алғысы келеді? Гелингваген кім алғысы келеді? Жазыңдаршы. Бар ма Гелингваген алғысы келетіндер? Мен дейді, еріс мен дейді. Бар ма? Мен алмаймын дейді. Сантехник дейді. Сантехник. Талғат мен дейді. Айдос мен дейді. Бармыз ғой дейді. Авторазбор дейді. Керек емес дейді сантехник. Жоқ дейді. Мен дейді. Ербосын. Асия. Қатты хочу дейді. Ламбо дейді. Мен дейді. Ламборджиниден қоя берші. Слишком геликті алып кете берші, достар. Мен дейді. Мен дейді. Мен. Қарайын, достар. Мен дейді Айко. Кім? Менде бар дейді. Әмірәлі мен дейді. Қызықпаймын дейді. Гелик Сараковка алғым келеді дейді. Міне. Жоқ дейді. Гелик алғым келсе қаз ұйықтау керек дейді. Мен дейді, красотка дейді. Опел дейді. Чингенскийсің ау деймін. Қара, достар. Қара. Гелик қанша тұрады, достар? Гелик қанша тұрады? Жазыңдаршы, қанша тұрады гелик? Феррари дейді. Феррари біздің жолдарға шыдамайды. Алматыда, Астанадағы айдамасаң 150 миллион дейді айым. 20-30 тұрмайды. Новый 2026 жыл гелик қанша тұрады, достар? 120 лям дейді. 100 дейді. 100 тұрмайды шығар ол. 200 миллион дейді. 130 миллион, 140 миллион дейді. Қанша тұрады гелик новый 2026 жылға? 150 миллион дейді. 180 миллион дейді. Так, сұрақ. Жарайды. Геликті қанша уақытта алғыларың келеді, достар? Айтыңдаршы. Геликті қанша уақытта алғыларың келеді? Комиссияларға математикасын шығарып беремін, достар. Мына сұрақтың бәрі жай сұрақ емес, достар. Геликті қанша уақытта алғыларың келеді? Жазыңдаршы. Қанша айда алғыларың келеді? Қанша айда сатып алғыларың келеді геликті? 5 жыл ішінде, 5 жыл, 1 айда дейді. 1 жыл дейді. 1 жылда дейді. 1 жыл дейді. 3-4 жыл дейді. 1 жылда дейді. 6 айда дейді. 10 жылда дейді. 2 айда дейді. 5 жылда, 12 айда дейді. 6 ай, 2 жыл. Гелик қанша уақытта алған келеді, достар? Мә 2 жыл шыдайсыңдар. Болса сабырлық бар ма сендерде? Ертең дейді. Міне таза қазақ ертең дейтін. 2 жыл, 1 апта дейді. Таңертең дейді. 3 ай дейді. 11 ай дейді. Моха. 11 айда не болайын дейді, достар? 3-4 жыл, 3-4 жыл көп күтіне аласыңдар. Бүгін дейді. Бүгін дейді. Гелик қанша уақытта алған келеді? 1 жыл дейді. Так, достар, көбісі 1 жыл деп тұр. Қараңдар. Қараңдар. Калькулятор алдарында бар ма? Калькулятор ашыңдар. Сөйтіндерді гелик, скажем, 150 миллион тұрады. Жоқ, 120 миллион тұрады дейікші, мысалы. Скажем, 120 миллион тұрады. 120 миллионды 12 айға бөліңдер. Қанша болады? Айына қаншадан жинау керексіңдер ақша сатып алу үшін? 1 айда. 10 миллион дейді. Міне. Айына 10 миллион тауып керексің, дұрыс па? Сен 1 жылда гелик алу үшін айына 10 миллион теңге тауып керексіңдер. Дұрыс па, достар? Шығып тұрма есеп? Қара. Енді қара. 10 миллион теңге табу үшін сен қандай бизнес жасау керексіңдер? Сен
есіктің алдында общий фрукты сатып 10 миллион жасай аласың ба достар? Жинай аласың ба? Таза 10 миллион. Таза 10 миллион теңге жинай аласыңдар ма? Есіктің алдына дворға бір овощи фрукты сатып. Жоқ дейді. Жасай аласың ба? Красотка жоқ дейді. Ғалым жоқ дейді. Жоқ дейді. Енді көрдіңдер ма достар? Неге бұл сұрақ сұрап отырмын? Жоқ дейді. Жоқ дейді. Енді қара. Сен гелик алғың келеді. Гелик 120 миллион тұрады. 12 айға бөлдің, айына 10 миллион тауып көресің. Енді сен бизнес ашатын болсаң, сен қарайсың. Мен таза 10 миллион теңге жинау үшін мен қандай бизнес ашу керекпін? Түсіндіңдер ме достар? Түсініп тұрсыңдар ма? Түсініп тұрсыңдар ма? Айына таза 10 миллион жинау үшін сен анау кішкентай есіктің алдында магазин ашып 10 миллион жинай аласың ба айына? Или кішкентай кофейня ашып жинай аласың ба 10 миллион теңге айына? Достар, түсіндіңдер ме достар? Түсініп тұрсыңдар ма? Мен не сұрақ қойып отқанды? Түсінбей тұрсыңдар ма? Алтын бизнес дейді. Міне, алтын сатып баю мүмкінсің. Алтын сатып айына 10 миллион теңге табу мүмкінсің. Бірақ ол жерде де бір жестко техника керек, система керек. Түсіндік дейді. Дастан түсініпті. Ал енді не істейміз дейді. Достар, енді қараңдар. Мысалы қарайық, достар. Мен айына 10 миллион теңге табу керекпін. Дұрыс па? 10 миллион теңгені 30 күнге бөліңдерші, достар, 30 күнге. Қанша болады? 10 миллион 30 күнге бөлсеңдер. Күніге қанша теңге табу керексіңдер? Жазыңдаршы. Есептеңдерші, есептеп жазыңдаршы мына жерге. 10 миллион 30 күнге бөліңдер. Қанша шығады күндігіне? 333 мың теңге дейді. Алаяқ болсаң сотталасың, достар. 333 мың теңге дейді. Міне, қара. Сен күніге таза 333 мың теңге табу керексің. Дұрыс па? Шыға тұр, еш жап. Жатам қазір. Қызым ғой үлкен. Так, 333 мың теңге табу керексің, дұрыс па? 333 мың теңге таза пайда табатын қандай бизнес бар? Скажем, қараңдар. Сен білмейсің бизнес туралы. Хабарың жоқ. Гелик алу, бірақ планда бар. Есептедің. 12 айға бөлдің, 30 күнге бөлдің, и 333 мың теңге күніге табу керек дейсің. Енді қараңдар. Братан, мен бір білімім жоқ. Күніге 333 мың теңге табу керексің, чтобы сен бір жылда гелик алу үшін. Сен тұрасында, братан, маған кофе ашқан ұнайды, братан, кофе ашқан ұнайды. Бір кофейня ашып, мен сеніп тұрмын, братан, мен сөйтіп, күніге 333 мың теңге тауып отырмын, сеніп тұрмын. Кофейня ашайын деп жатырмын дейсің, достар, қараңдар. Бір кофе, таза бір кофеден, скажем, бір 500 теңге қалады дейікші, таза 500 теңге қалады дейікші, бір кофеден, бір чашкадан. 333 мың теңгені 500 теңге бөліндірші, қанша шығады, достар? 333 мың теңгені 500 теңгеге бөліндірші, сен қанша стакан кофе сату керексің күніге? Жазыңдаршы, 660 шыға ма не? 333 мың теңгені 500 теңгеден бөлсең қанша шығады? 666 дейді. Сен бір күнде сол кофейнен 666 штук кофе сата аласың ба? Достар, өзім ашып жаптым дейді, мадиярым. Міне, ашып жапты. Жоқ дейді. Қиындау дейді. Түсіндер ма, достар? Сендер мақсат қоясыңдар. Мақсатқа жету үшін чисто математика, достар. Чисто математика. Андай эмоция, желание, энергия бешеный деген әңгімені алып тастайсыңдар. Түсініп тұрсың ба, достар? Есеп, достар, есеп ешқашан алдамайды. Есептейсің сен, дік, қарайсың. Вроде шықпайды. Все, мен кофейня ашпаймын дейсің. Түсініп тұрсыңдар ма? Мен кофейня ашсам, менің мақсатым орындалмайды. Бір жылдан кейін гелик аламаймын дейсің. Түсіндіңдер ма? И іздейсің. Че там, қандай тема бар? Біреу тұрады айтады, братан, детский одежда бар. Болмаса біреу айтады, там біреу жазған жаңа алтын сату. Алтын сатудан білмей, алтын сатып көрмегем, достар. Сөйтіп есептейсіңдер, математикасы шығарасыңдар, келе ма, келмей ма? Келетін болса, істейсіңдер. И то оның өзін қарау керек. Түсіндіңдер ма?
Ол туралы толық айтамын. Достар, короче, бүгін бітірейік. Бүгін біраз нәрсе айтылды. Басқа да менің видеоларым бар. Ол жерде уже конкретно нәрселер айтылды. Әр күнде әр түрлі нәрсе айтамын. Өйткені мына жерде менің постоянно көрермендерім бар. Ол көрермендер күнделікті бір нәрсе мыжи берсем, айтады, братан шаршаттың деп ше. Дұрыс па, достар? Айтасыңдар ма? Күнделікті бір нәрсе мыжи берсем, кімге жақсы? Сағыз шайнай берсең дәмі кетеді дейді ғой. Сондай. Сондықтан достар, күнделікті алтын уақытымен бөлсем, елім, халқым миллионер болсын, миллионерлер көп болсын, дамысын елім, бас дейтіндер көбейсін. Бізде бас дейтіндер аз. Соған мен жол көрсетейін, білім берейін, тегін, курс сату емес, курс жоқ, уақытым жоқ, достар. Сондықтан сондай. Ше, достар, көп-көп рахмет. Ертең жалғастырам. Осы суббота күн кешін жалғастырам. Воскресенье уже Москваға кетемін, достар. Москвада складтар ашу керек. Өздерің білесіңдер, Wildberries-тің 3-4 склады өртеніп кетті. Ары кетсе бір 2,5 миллионға кірдім. Себестоимость товарым бар. Басқа товарларым, Аллаға шүкір, нормально. Таныстарымның 50 миллион, 60 миллион, 100 миллион товарлар өртеніп кетті. Аллах сабырлық берсін оларға. Оңай емес. Сондықтан дайын болыңдар, достар. Любой жерде сынақ келеді. Сондай. Все, достар. Осымен бітірейік.